саламатсыңдар ма балалар? Бүгін Қазақстан тарихы пәнінен қазақ халқының материалдық мәдениеті және қолданбалы өнері тақырыбын өтеміз. Оқу мақсаты қазақ халқының мәдени жетістіктерін сипаттау үшін мәдениет, дала өркениеті, материалдық мәдениет, рухани мәдениет, қолданбалы өнер, мәдени мұра ұғымдарын пайдалану. Сонымен балалар, мәдениет ұғымын қалай түсінеміз? Адамзат саналы болған кезде табиғат құбылыстарынан қорықты. Сол кезде құдіретті күштің барына сеніп, ең алғаш дін пайда болды. Дін мәдениеттің пайда болуына келді. Ал мәдениет арқылы халық өркениет көшіне қосылды. Менің ұғымымда дін, мәдениет, өркениет бір-бірімен байланыстағы ұғымдар. Осыдан бірнеше жыл бұрын белгілі тарихшы, қазақтың тарихшысы Ақселеу Сейдімбет ағамыз бір сұхбатында ЮНЕСКО-ның мәдениет зерттеушілері, сонда ғалымдардың, дүниежүзінің осы саласымен айналысатын ғалымдарына бір ғана сұрақ қойыпты. Ол сұрақ мәдениет дегеніміз не деген сауал еді. Сонда менің есімде 3 жауап қалып қойды. Мәдениет дегеніміз Жапонның ірі мәдениет зерттеуші ғалымы жапон халқы үшін шай беру рәсімі, я болмаса үйді гүлмен безендіру рәсімі деді. Поляк зерттеушісі поляк халқы үшін тәтті тоқаш пісіру. Ал Танзияның өте жоғары білімді, дүниежүзіне белгілі мәдениет зерттеушісі Танзия халқы үшін мәдениет дегеніміз өте әдемді татуировка жасау деді. Ал біздің халықтың мәдениеті көшпелі өмірмен тікелей байланысты. Балалар, мәдениетті біз екіге бөліп қарастырамыз. Рухани мәдениет, материалдық мәдениет. Қазақ халқының рухани мәдениеті салты, дәстүрі, діні, ұлттық мерекесі, наурыз мерекесі, ауыз әдебиеті, жазба әдебиеті жатады. Ал материалдық мәдениет адамның өз қолымен, ақыл ойымен жасағандары, жасап жатқандарының бәрін түгел қамтиды. Жай ғана сауат ашудан, тазалық, тәртіп ережелерін сақтаудан басталатын мәдениет саласының өрісі кең. Қазіргі қоғамда болып жатқан тарихи құбылыс, қоғамда болып жатқан келеңсіз жағдай, пандемия, коронавирус індетінің әлемді жаулап бара жатқанынан тоқтататын бір ғана шара тазалық ережелері мен тәртіп ережелерін сақтау мәдениеті деп білем. Мәдениет тарихи құбылыс. Оның дәрежесі мен сипаты қоғамдық өмірдің жағдайына қарай өзгеріп отырады. Мәдениет экономиканың дамуына да үлес қосады. Ал енді материалдық мәдениет бұл, ойланып қараңдаршы. Мысалы, кітапты алыңдар. Кітап, былай қарасаң, материалдық мәдениет. Зат, парта, бірақ ол адамның ой еңбегінің жемісі. Сондықтан рухани мәдениет пен материалдық мәдениетті бөліп қарауға болмайды. Қазақ халқының қол өнері әлемді таңқалдырған, әлемдік көрмеде бүкіл әлемді таңқалдырды. Соның ішінде киіз үйді алып қарасақ, шетелдік қонақтар киіз үйге таңдана қарап қазақ халқының шағын мұражайы деп баға берді. Киіз үй көшпелі халықтардың қысқы жазы отыратын өте қолайлы төзімді баспанасы. Тез құрылады, тез жиналады, қыста жылы, жазда салқын, көлеміне, сыртқы кейпіне қарай әртүрлі болып келеді. Киіз үй тек қана баспана емес, ол сәулет, құрылыс, сурет, қолөнер сияқты бірнеше өнердің басын құрайтын таңғажайып туынды. Басқа елдердегідей емес, бұл ағаш, киіз, шиден құрастырылып жасалады. Дала тұрғындарының тапқырлық шешімін осы тұрғыдан қарап бағалаған әлем ғылымы, мәдениет пен өнердің білімпаз сарапшылары халықаралық этнографиялық көрмелерде қазақтың осы өнеріне үлкен баға берді. Киіз үй тек қана баспана емес, киіз үй қазақ халқы үшін әлем моделі типтес. Киіз үйдің күмбезі аспан, шаңырағы күннің жылуын берсе, киіз үйдің ошағы, киіз үйдің өзінің дөңгелек болуы жердің нышанын білдіреді. Ал енді Қазақстан жерін мекендеген халықтардың алғашқы ағаш баспаналары. Мынау арба үстіне орнатылған киіз үй сақ, ғұн дәуірінде әйелдер мен балаларды таситын күйме ретінде, жылы үй ретінде пайдаланылған. Киіз үйдің алғашқы түпнұсқасын ғалымдар қола дәуірінде өмір сүрген андрон тайпаларынан бастау алады дейді. Киіз үйдің негізгі ағаш қаңқасы 3 бөліктен тұрады.
Оны киіз үйдің сүйегі деп атайды. Шаңырақ, оқ, кереге. Ал оны жабатын киіз жабындар жылқының, аттың қылынан, қойдың жүнінен жасалады. Оны түндік, үзік, туырлық дейміз. Шаңырақ киіз үйдің еңсесін құрап тұтастырып тұратын күмбез. Оқ, кереге басы мен шаңырақты бекітетін ағаш. Ал сол шаңырақты көтеріп тұратын ашамай ағашын бақан деп атаймыз. Кереге киіз үйдің қабырғалары. Керегенің көктеліп біткен әр бөлігін қанат деп атайды. Қанат саны үй көлеміне қарай көбейе береді. Киіз үйдің кіріп шығатын ағаш есігі сықырлауық немесе жарма есік деп аталады. Киіз үйдің ішкі бөлігі 5 бөлікке бөлінеді. Ортасы ошаққа арналған орын, жылу береді, жарық сыйлайды. Төр қонаққа арналған орын. Төрде кілем ілінеді, мылтық, құрметті қонаққа арналған домбыра, музыкалық аспабымыз, қамшы, жүк аяқ, төсек орын жиналған жүк аяқ тұрады. Төрдің оң жақ бөлігі еркектерге арналған бөлік болып саналады. Ол жерде еркектердің құрал саймандары, ат әбзелдері тұрады. Төрдің сол жақ бөлігі әйелдерге арналған бөлік болып есептеледі. Ол шымылдықпен жабылып тұрады. Ол жерде үй жабдықтары, кереует тұрады. Ал киіз үйдің кіреберіс бөлігі босаға деп аталады. Мінекей киіз үйдің төрі. Мына суретте киіз үйдің төрі бейнеленген балалар. Киіз үйдің қанатының санына қарай, киізбен, ақ киізбен, жібек матамен жабуланғанына, жасау жабдығына қарай түрлері болады. Ең үлкен салтанатты, жоғары мәртебелі адамдар бас қосатын, елдік мәселе шешетін, аса құрметті хан, би, сұлтандар отыратын үй орда деп аталады. 30 қанаттан тұратын ханның мәжіліс ордасы алтын орда аталады. 24 қанаттан тұратын аса лауазымды хан отбасы тұратын үй алтын үзік деп аталады. 18 қанаттан, 12 қанаттан тұратын елбасылар, бай билер тұратын киіз үйлер ақ шаңқан деп аталады. 8 қанатты дәулетті бай үйі ағала орда. 6 қанатты дәулетті адамдардың үйі ақ үй. 4-5 қанатты орташалар тұратын киіз үй боз үй, қоңыр үй. Кедейдің үйі қараша, жас жұбайлар тұратын үй отау үй деп аталады. Енді қазақ халқының ұлттық қолөнері. Қазақ халқының ұлттық қолөнері ағаш өңдеуден басталады. Қазақтардың пайдаланған ыдыстары ағаштан ағаш астау, ағаш ожау, ағаш кесе, адам денсаулығына өте пайдалы таза табиғи өнімдер. Ағаш өңдеуші шеберлер үлкен құрметке ие болған. Олардың шеберханалары болды. Олар ағашқа кейін ою өрнектер, сәндік қалды тастар орнатты. Сонымен қоса зергерлер қару жарақ, былғары, тас, сүйектен әртүрлі зергерлік бұйымдар жасаған. Қазақ халқының үй кәсіпшілігінде текемет, сырмақ жасаумен әйел адамдар айналысқан. Текеметті, киізді тек қана киіз үйді жабу үшін ғана емес, еденге төсеу үшін, сырмақты қабырғаға ілу үшін жасаған. Киіз жасау бірнеше кезеңнен тұрды. Киізді жасау үшін бірінші жүнді түтті, тазалады, жуды, шидің үстіне жайып, оны шиге орап, ыстық суды құйып, білектеп, теуіп, нығыздап жасайтын болды. Киіздің бетіне әртүрлі жүннен жүнді бояп, ою өрнектер жасады. Сырмақты жасау үшін матаға немесе киізге кестелеп ою тікті. Киізден оюлар ойды, қошқар мүйіз, құс мүйіз, қос мүйіз сияқты оюларды ойып жасайтын болды. Сонымен қатар қазақ халқы шебердің қол алтын демекші ыдыс аяқтар жасады. Ыдыс аяқтарды қыштан сусын сақтайтын құмыралар, ағаш ожаулар, сусын алып жүретін жылқы терісінен местер, торсықтар жасалды. Сандық қолданбалы үйінен қапсырма, сақина, сырға, білезіктер жасап отырды. Ағаштан қазақ халқының музыкалық аспаптары да жасалды. Соның ішінде қобыз, домбыра, жетіген. Домбыра жаңғақ ағашынан жасалатын шертпелі екішекті аспап. Қазақ халқының күйі, ән өнерінде қолданатын негізгі музыкалық аспап. Қобыз екішекті ысқышы бар аспап.
қобызбен көп жағдайда халықтың қиын қыстау тағдырын сипаттайтын мұңлы зарлы әндері мен күйлері орындалады. Жетіген қазақ халқының көпшекті шертпелі аспабы жалпы тұрқы ұзынша жәшіктектес етіп жасалады. Бетіне жұқа тақтайдан қақпақ жабылып, үн беретін ойықтар салынады. Балалар, енді бүгінгі үйге тапсырма. Киіз үйдің қандай түрлерін білесіз? Жазып, дәптерлеріңізге жазып сипаттайсыздар. Қол өнер бұйымдарына нелерді жатқызуға болады? Дәптерге жазыңыздар. Ұлттық музыкалық аспаптардың атауын жазып сипаттаңыз. Сұрақ: уықтың етек жағын туырлықпен айқастырып, жоғарғы жағы уықты түгел жабатын тұтас киіз. Керегенің етегінен бастап уықтың иініне дейін киіз үйді айналдыра жабатын тұтас киіз қалай аталады? Киіз үйді тіккенде жиі қолданатын шаңырақты ортада көтеріп тұратын ашамай ағаш қалай аталады? Киіз үйдің есігі қалай аталады? Көне ыдыстарға байланысты сұрақтар. Қыштан жасалған сұйық ас құятын ыдыс. Ас құятын сақтайтын көне ыдыс. Талдан, ағаштан қиып жасайтын, пісуге арналған іші кең ыдыс. Қазіргі кезде бұны сендердің аналарың көп қолданады. Ет салатын, көлемі табақтан үлкен ұзынша ағаш ыдыс. Қазір бұны да қонақтарды күткенде аналарың пайдаланып жүр. Сабақты балалар, бүгінгі сабағымыздың қазақ халқының қолөнері мен үй кәсіпшіліктерінің тамырлары ежелгі замандарға кететін, далалық өркениет дәстүрлерімен, көшпелі өмірдің ерекшеліктерімен тығыз байланыста болатынын білдіңдер. Қазақ халқының материалдық мәдениеті, рухани мәдениетінен айырылып қалмау үшін 2004 жылдан бері елбасымыздың бастауымен мәдени мұра бағдарламасы кезең-кезеңімен жүзеге асып келеді. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет. Өздеріңнің бүгінгі сабақты қаншалықты деңгейде ұққандарыңды бас бармақ әдісімен бағалаңдар. Келесі кездескенше